Аспан қазинесі. Кешір қымбатлым, мен кешіктім. Ойлап көрсең, бір неше жыл алдын мен еш нәрсесіз, ешкім едім. Ал қазір Ерихонның бас салық жинаушысыман. Ауа, сен өзгердің. Өзгердің деп, нені нәзерде тұтып атырсаң? Мен бұрынғы тұрсымдаман. Тек қазір біздерде ақша бар. Әке, Иса жақынлап қалды. Ол қалаға жақын жерде. Кім? Иса, ұстаз. Әке, оған барайық. Хәме балалар кетіп баратыр. Балаңды алып бар, Захая. Сенің жұмысқа баруың шарт емес. Сіздер не, ақылдан аздыңыз ба? Мен ақша табуым керек. Біздерге ондай көп ақша керек емес. Жүда күлкілі. Шақында ғана біздерде ұлым ақша жоқ еді. Ал қазір олар жүда көп. Әкежан, ілтимас, хәме баратыр ғо. Еш нәрсеге тұрмайды. Мен бұл пұлларды балам қандай да бір ұстазды тыңлағысы келген үшін жоғалтқым келмейді. Иса еш болмағанда туыры сөзлі адам. Туыры сөзлілік хақында ол не біледі? Әрбір салық төлеуші сияқты мен де туыры сөзлімен. Менің бір ғана сұрайтығыным, бұл адамлардың мені азғантай болса да хүрмет етуі. Кешірерсіз, тақсыр, сіз білмейсіз бе? Бұл жол периге алып бара ма? Яқ, бұл жол Ерихонға алып барады. Ал бұл жол периге алып барады. О, рахмет сізге. Кешірерсіз, бірақ сіздің жасыңыздағы адам үшін периге баратын жол жүда ұзақлық ету мүмкін. Мен Исаны көруді қалеймін. Исаны? Кезіп жүретұғын ұстаз ба? Ол Афуайе кезінде ұстаз емес, тақсыр. Ол өлілерді тірілтеді. Рас па? Күліңлер, қалегеніңізше күлің, тақсыр. Иса құтқарушы. Тоқтаң. Бұл жолыңызға азық алу үшін. Мен кіммен? Тауғы. Орнына қайтып қой, Захай. Сенен өтінемін. Бұл менің бар пұлым. Аттең, Бартемей. Бірақ сен салықты 2 есе көп төлеуің керек. Жүда саз? Не? Тыбар берме. Есіңде тұт. Қалғанын ертеңге шекім төлеуің шарт. Болмаса қамаққанада отыруыңа тура келеді. Мен қамаққанадан қорықпаймын. Онда қамаққанада сусыз, һәм нансыз отырасаң. О, Захай. Қашанлардыр маған сақауатлы едің. Хаттек арасында менің ыдысыма теңге таслап тұратұғын едің. Ал қазір жалғыз теңгемді алып қойып, мені қорқытып атырсаң. Мен айыплама. Низамды бұзып атырғаны мен емес қой, Бартемей. Менің ескенім бұл емес.
Қараңлар, кім қайтып келді? Кім? Міне, көп уақыттан бері күткен адамым. Достым менің. Сен қайтып келдің бе? Сахай, мен затларды түсіруім керек. Сөйлесіп тұратын уақыт жоқ. Бұны үйге алып бар, һәм мен үшін сақлап қой. Тез арада қайтып келемен. Әжеп болады, қожайын. Қандай жақсы, сенің өмірің ажайып. Арқылы жолдасаң, көрмеген қалалар, танымаған адамлар. Бұл рет қай жаққа бармақшысың? Қаладан ұзақ емес жерде кезенде ұстаз уайызлық етіп атыр. Ұстаз? Қызық. Қызық болып естілер екен. Оның аты кім? Иса. Иса? Иса ма? Иса. Бәлкім саған жәрдем керек тұр, Захай? Мен тек Римге қанша салық төлеуім керек екенін ойлап атырмын. Менің малымнан қолыңды тарт, Захай. Абайлы бол. Сен императорға өз пайдаңның хақи үлесін төлегің келмей атыр деп ойлауды қаламаймын. Бұл басқыншылық. Сен біздің халқымыз үшін масқарашылықсың. Бұл кім еді? Ол кім хақында айтты? Бартемей, көзіңе қарап жүр. Ол Иса хақында айтты ма? Қайсы тарифке қарай кетті? Кім қай жаққа баратырғаны менен жұмысың болмасын. Достым, қамаққана сені сағынып атыр. Бірақ мен білемен, ол кім хақында айтқанын. Бартемей, салықтарың төле. Иса, ол қалаға келеді. Менің қойларым даусыма құлақ асады. Мен оларды таниман. Олар менің ізімнен ереді. Оларға мәңгілік өмірді сыйға беремен. Иса, біздердің балаларымызды жарылға. Олардың үстіне қолларыңды қой, ұстаз. Ханымлар, әзиз аналар, Иса уайызлық етіп атыр. Ол біздердің балаларымызды жарылқағанын қалейміз. Ілтимас сіздерден. Бұған уақыт жоқ. Біздер тез арада кетеміз. Тек бір мүддетке ғана. Әзір емес. Бірақ біздер оны көру үшін жүда ұзақ жол жүріп келдік. Әттең. Тоқтаңлар. Балаларды маған жіберіңлер. Олардың маған келуіне тосқынлық жасамаңлар. Өйткені аспан патшалығы олардікі. Сіздерге шынын айтаман. Кеуілдеріңізді өзгертіп, балалар сияқлы болмасаңлар, аспан патшалығына кіре алмайсызлар. Кешірерсіз, ұстаз. Мәңгілік өмірге ие болуым үшін мен не қылуым керек? Құдайдың низамларын білесен ғой. Адам өлтірме, неке адалдығын бұзба, ұрлық істеме, жалған гуалық берме, ата-анаңды хөрметле, өзіңді сүйгенің сияқлы жаныңдағы адамды да сүй. Ұстаз, мен бұлардың барлығын бала уақытынан баслап орылап келемен. Онда саған бір нәрсе жетіспейді. Бар байлығыңды сатып, камбағаларға бөлістіріп бер. Сонда сенің қазинең аспанда болады. Маған кел де, ізіме ер. Бай адамлардың аспан патшалығына кіруі қандай қиын. Бай адамның аспан патшалығына кіруінен көре, түйенің иненің көзінен өткені аңсатырақ. Ұстаз, кететұғын уақыт болды. Ериконға шекен бір күлік жол бар.
Keyin mаған meni eskертпедің деп жүрме. Iltimos Zahay, өмірімнің қалған бөлігін қамақханада өткізуге таярман. Бірақ Иса өткен уақытта мен осы жерде болуыма рұқсат бер. Иса, ол ұстаз қаламызға келе ме? Тақсыр, көшеде адамлар тек сол ақында айтып жүріпті. Иерусалимге кетіп бара тұрып, Ерихонның үстінен өтеді екен. Егер оны мен тек сөйлесе алсам болды. Мен бұны білемін. Шипа аламан. Сада адамның тағдыры сондай болады. Қамақханаға апарып тасла. Яқ, Zahay, бұл хақиқат. Иса өлілерді тірілтті. Ол лаң адамды шипалады, жерлерді қуды. Ол өмірді өзгерте алады, Zahay. Алып кет. Бұл апай сөзлер емес. Құлақ сал. Сіздер көрмей тұрыпсыз ба? Мен дүнияның нұрыман. Маған келіңдер де, тыныштыққа ие болыңдар. Бір-біріңізді сүйіңдер. Апуай адам қалайынша сондай сөздерді айта алады? Сен неге түсінбейсің, Zahay? Иса құтқарушы. Сеннен өтініп соранаман. Өмірімнің қалған бөлігін саған беремен. Тек қана ол өткен уақытта сол жерде болуға маған рұқсат ет. Iltimos. Рахмет, тақсыр. Кешірерсіз. Сондай албырап тұрыппан. Ол өтіп кетті ме? Кім? Иса. Сіз не естіпедіңіз бе? Иса бүгін Ерихон көшелеріне өтеді. Мен де сол жерде боламан. Бұл сол ма? Ол сол. Не болып атыр? Ол не істеп атыр? Ол келатыр ма? Аузыңды жұмып тұра аласың ба? Iltimos, оны маған шақырып берің. Одан осы жерден өтуін сораң. Иса, Дауыттың ұрпағы. Рахмет маған, Иса. Сөйлей бермей тыныш тұр. Әмме қарап тұрыпты. Маған бәрібір. Мен Исаменен сөйлесуім керек. Иса, маған рахмың келсін. Рахмет маған, Иса. Иса, сенің менен сөйлесуім керек. Иса. Иса, менен не қалайсың? Ұстаз, көзлерім көрсін. Сенімің сені құтқарды. Енді көзлерің көреді. Мен көріп тұрман.
Сондай болуы мүмкін бе? Мен шпаланаман. Бұны білемен. Ол өтетіғін жерде болуыма рұқсат бер. Захай, қалай сен түсінбейсің? Иса құтқарушы. Мен көріп тұрман. Күтілмегенде барлығы өзгерді. Сатып алған затларым не үшін көзге тартатығын сұлу еместей болып қалды? Жинаған алтынларым не үшін өзінің жылтырақтығын жоғалтты? Бұлардың барлығы аспан қазинесінің қасында қандай ахметке ие? Бұл затлардың хаммесінің мехр-махаббат һәм сүйіспеншіліктің қасында ахметі қандай? Хамме затларым тарқатсам, не нәрсем қалады? Қандай ахметке ие боламан? Егер бар байлығымнан айырылып қалсам, мен кім боламан? Иса, сенің сөзлеріңнің һәм ісілеріңнің алдында басымды иемен. Маған жәрдем бер. Менің жанымды шпала. Сенен өтінемін. Анау кім? Сахайға ұқсайды. Салық жинаушы ма? Ол жерде не қылып жатыр? Римлілерге сатып беру үшін алып тұрған шығар. Сахай. Хау. Сахай. Ол жерден тезірек түс. Бүгін мен сенің үйіңе бараман. Сен? Сен менің үйіме барасаң? Сіз үйімнің босағасынан атлауыңызға мен лайықлы емеспен. Мен күнәкарман, ұстаз. Жүр кеттік. Мен бұл жерге хақ адамлар үшін келмедім. Ал адасқанларды табуға һәм құтқаруға келдім. Құдайым, мал мүлкімнің ярымын жарлыларға беремен. Егер кімнің ақысын жеген болсам, 4 есе артығы менен қайтарып беремен. Сахай, бүгін сенің үйіңе құтқарылу келді.
My hands that were full now Бұрын менің қалталарым толы еді. Қазір болса босап қалған. was empty. Жүрегімде босылық болып, енді сүйіспеншілікке толған. Жүрегімнен сүйіспеншілік толып ағып атыр. Now it's broken. Өзгергенім себеплі мал-мүлкім көбеймекте. I leave behind. My mind that Ақыл ойларым патасланған еді, ал қазір тазарған. my soul Менің қалбым өлген еді, ал қазір тірі. Жасауды һәм сүюді, соңында беруді де үйрендім. Мен беремен, һәм де өмірге ие боламан. Мәңгілік өмірге ие боламан. I find. Енді ғазинемді қорғаудың керексі жоқ. Олар Құдайымның һәм құтқарушымның қолында. Мен оған сенемен. Өмір, мәңгілік өмір. Енді ғазинем мәңгіге менен бірге. Масихтың байлығы ешқашан жоғалмайды. Мен оған сенемен. Life, eternal life. My treasures are finally forever. The riches of Christ will fail me never. I put my trust in you. Lay not up Жер бетінде байлық жинама, earth, өйткені олар шіріп кетеді. moth and rust corrupt. Оны ұрылар ұрлап кетуі мүмкін. Thieves break through and Өзіңе аспанда байлық жина. but lay up for your Өйткені байлығың қай жерде болса, heaven. For where жүрегің де сол жерде болады. there your heart will be also.